Армысыз ардақты ағайын, аптаның соңы қайғылы оқиғамен ұласты. Қазанның 28-і Қазақстанның тарихында тағы бір қаралы күн болып қаларын кім білген. Қарағанды өңіріндегі үздік деген Костенко шахтасындағы апаттың салдарынан дәл қазір 36-дан аса кенші бақилық болды. 10 кенші әлі күнге дейін жер астында іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Апат болған сәтте жер астында 252 кенші болған. Төтенше жағдай сол баяғы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты учаскеде тіркелді. Место продается. Люди спускаются туда и гибнут. Вот в чем проблема. Ни стыда, ни совести, как вы люди вообще сюда здесь вышли, в глаза смотрите. А вчера почему об этом не думали? Что мало взрывов было на шахтах? Что нужно сделать для того, чтобы предотвратить эту беду для народа? Вам все равно. Бумеранг существует. Запомните, у вас растут дети, внуки. Вопрос, как они будут в шахте сидеть внизу или наверху стоять, продавать места. Рабочее место каждое. И даже когда хлопки были, их все равно заставили спуститься и работать, хотя они сказали, что там уже идут совести хлопки. Нету. Ни чести, ни совести в наше время это далекое понятие. Ну, смерть. Нет, стой, стой. Слушай, кому говорят? Тебе же говорят, Он спустился сегодня, погиб, на свое место заплатил бабки. Стыдно, да, слышишь? Стыдно! Потому что вы сами знаете, бессовестные, сами все знаете, и допустили. Вот честно сказать, где вот эти все суда, которые здесь были? Я вам сказала, как здесь, что здесь происходит. После пришла я сюда к вам. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қарағанды облысында ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты Костенко атындағы шахтада болған өрт салдарынан қаза тапқан кеншілердің отбасылар мен туған туыстарына көңіл айтты. Мен мемлекет басшысы ретінде баршаңызға көңіл айтамын. Бұл қасірет. Бәрін түсінемін. Апат болды. Апаттың кесірінен көптеген адам қаза тапты. Сондықтан бұл жерге арнайы келдім. Тиісті шаралар қабылдаймыз. Соның ішінде зардап шеккендердің отбасыларына көмек көрсетеміз. Қаза тапқандар мен зардап шеккендердің отбасылары ешқандай мұқтаждық көрмеу үшін үкімет, әкімдік және қайырымдылық ұйымдарының алдында жан-жақты көмек көрсету міндеті тұр, деді Тоқаев. Президент бүкіл еліміз бойынша 29 қазан жалпыұлттық аза тұту күні етіп жариялады. Ал премьер-министр Әлихан Смайылов үкімет ArcelorMittal Теміртау компаниясының акционерлерімен алдын ала уағдаластыққа қол жеткізгенін және кәсіпорынға тиесілі меншік құқығын Қазақстан Республикасының пайдасына беру жөніндегі мәмілені рәсімдеу процесі аяқталуға жақын екенін баяндады. Үкіметтік комиссия мүшелерінің баяндамаларын тыңдаған президент апатты жою және кеншілерді құтқару үшін барлық шараны қабылдауды, сондай-ақ қаза тапқан және зардап шеккен азаматтардың отбасыларына жан-жақты көмек көрсету жөнінде тапсырма берді. Жалпы бұл трагедияға жауаптылардың бірі Назарбаев деп білемін. ArcelorMittal арқылы компанияға үлесі бар деген ақпаратта жоқ емес. Жемқор жүйе Қазақстанда шахталардың осылай апатты жағдайлардың қайталануына әкеліп отыр. Бұл әрине менің өзімнің жеке пікірім. ArcelorMittal Қазақстан нарығынан кетеді, бірақ бұл келіссөз соңғы 4-5 айда жүргізілген жасырын. Ал Митталдың орнына кім, қандай олигарх келеді әзірше белгісіз. Бұл орайда экономист Расул Рысманбетов мынандай пікір білдірді. Біздің мүддеміз үшін позициямыз қандай болу керек? Қазір ең бастысы үкімет ArcelorMittal кәсіпорнын мемлекет меншігіне алуға жақын қалған кезде әдейі немесе кездейсоқ қателіктерге ұрынбау керек. Біріншіден, толық өтемақы талап өткен жөн. Осы жолы ғана қаза болған немесе жарақат алғандардың туған туыстарына ғана емес, мұның алдындағы апаттар үшін де талап еткен дұрыс. Осыдан кейін Арселорға арнайы қор құрып, сол арқылы зардап шеккендерге өтемақы беріліп отыру керек. Бұл жалғыз үкіметтің ғана емес, корпоративті сектордың да жұмысы. ArcelorMittal жылдар бойы жер қойнауымен байып келді. Оның үстіне активтерді қайтару ісінің өзі қауіпсіздік ережелерін жіті тексеруден, кәсіпорындағы регламентті жөндеу жұмыстарын тексеруден
кейін жүргізілу керек. Яғни бізге жылу электр орталығын 1 теңгеге сатып алып, ондағы жылдар бойы жиналған проблемаларды мемлекет есебінен жөндейтіндей нұсқаның қажеті жоқ. Олай десек, міндетті түрде бағалаушы компанияны шақырып, ол амортизация, құнсыздану себептерінің бәрін зерттеуі тиіс. Сонда ғана бәлкім инвестордан активті қалпына келтіруді талап етуге болады. Егер қандай да бір нормалар бұзылса, егер жөндеу жұмыстары болмаса, онда оның бәрі бағаланғаннан кейін актив мемлекетке өту керек. Себебі активті қайтарып алғаннан кейін, яғни келісімшарт жасалып кетсе, кейін бірдеңе талап ету қиын болады. Атап өтсек, бұл Қарағанды көмір бассейнінің жылнамасындағы ең ірі екінші апат. Алғашқысы 2006 жылы Шахтинск қаласындағы Ленин шахтасында болғаны мәлім. Сол кезеңде техногендік апаттың кесірінен 40-тан аса кенші өмірімен қош айтысқан еді. Мәселен, 20 қыркүйекте 306D10B кен жарында желдету құбырына жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жергілікті желдету қондырғысы тоқтатылғанды. Жарылыс сағат 8:56-да шахтада 368 адам жұмыс істеп жатқанда тіркелді. Оның қатты болғаны соншалық 4,5 шақырымдай аумаққа дейін тараған. Қуатты жарылыс кеншілерді 1 шақырым жерге дейін лақтырған. Апаттан кейін тағайындалған үкіметтік комиссия төтенше жағдайға 22 азаматты кінәлі деп тапты. Олардың қатарында ArcelorMittal Теміртау бұрынғы басшылары да болған еді. Десе де бастайып аталған шахтаның 8 инженерлік техникалық қызметтеріне тағылды. Осылайша компанияның бірінші басшылары тиісті жазадан оңай құтылып кетті. Мұндай қайғы қасірет ешқашан ұмытылмайтыны хақ. Жалғыз асыраушыларынан айырылған марқұм кеншілердің туыстары айтқандай, мұндай ауыр қаза қанша уақыт өтсе де есте сақталады. Күні кеше ғана болғандай әлі есімде, барлығымызды акт залына жинап, кімнің қайтыс болғанын жариялай бастады. Бұл сәт жадымыздан ешқашан кетпейді. Осы жағдайдан кейін қаза болғандардың отбасылары бір-біріне бауыр басып, қазір хабар алысып тұрамыз. Басымыз қосылған сайын кеудемізді жазылмас жара басады деп естеліктермен бөліскен еді. Аталған апаттан марқұмдарды еске алуға арналған жиындардың бірінде Татьяна Кобяшева. Дәл осы қайғылы оқиға өңірдегі кеншілердің жаппай бас көтерулеріне түрткі болғанын айта кетейік. Қауіпті мамандық иелері пірімдеп жүріп, ақыры билік өкілдерін жалақыларын көтеруге көндірді. Әлбетте, бұған да адам өлімі факторы әсер етпей қоймаған анық. Кейін құны 46 миллион долларға кеншілер еңбегінің қауіпсіздігін көздейтін бағдарлама қабылдады. Қызығы сол, бұл уақытта үкіметті Даниал Ахметов, Кәрім Мәсімов басқарды. Бұрынғы истеблишменттің жарқын өкілдерінің бірі де бірегей саналатын саяси функционердің кейінгі айтпақшы Риддердегі апатқа былқ етпеуінің бір себебі осы да жатыр ма деп ойлап қаласын. Ал сол тұста кеншілер өлкесін басқару мәртебесі аса құрметті елбасының сенімді серіктестерінің бірі Нұрлан Нығматуллинге бұйырыпты. Төтенше жағдайлар министрлігінің тізгінінде ол уақытта Шалбай Құлмаханов, кейін Владимир Башко отырса, индустрия және сауда министрлігінің қызметіне Сауат Мыңбаев, кейін Жеңіс Қасымбек те жауапты болған. Жасыратыны жоқ, аталған кезең ескі Қазақстанның өрлеу дәуірі саналған тұғын. Қолында билік барлардың адами ресурсқа қатты алаңдамайтыны осы Шахтинскідегі жағдай көрсетіп бергендей. Рас, еліміз егемендікке қол жеткізгеннен бастап кен орындарындағы апат толастамай-ақ қойды. Қарапайым еңбек адамының құқығы қаншалықты сақталып келе жатқанын кейінгі жағдайлар айқын байқатып отыр. Түйткілі көп мәселеде кімнің халқы қорғалса, ол инвестор. Артықшылықтардың бәрі де оның қолында. Әлбетте есімі Форбстың маңдай алды мақтаныштарының қатарынан табылса, оған кім уәжін айтсын. Тағы бір нұсқанда атап кете алмаймыз. Бұл Костенко атындағы шахта ең үздік деген нысана. Егер осындай трагедия мұндай шахтада орын алса, басқаларының жағдайы қандай? Әлде диверсия болу мүмкін бе? Атап айтсақ, апат болған уақытта 252 адам жер астында болған. 7 минутта қалай 205 адамды шығарып үлгерді? Жауабы жоқ үлкен сұрақ. Неге Митталмен келіссөз жасырын жүргізілді? Оның орнына ресейлік олигарх келуі мүмкін бе? Тиянақты шешімдер қабылдана ма? Әлде келесі апатқа дейін жабулы қазан жабулы күйінде қала бере ме? Сұрақтар тым көп. Десе де Арселордың арқасында байып, халықты осыншама жағдайға душар еткізген, бүкіл қазбаны миллиард долларларды елден шығарып үлгерген адамдар жауапқа тартыла ма? Бумеранг бола ма? Место продается. Люди спускаются туда и гибнут. Вот в чем проблема. Ни стыда, ни совести, как вы люди вообще сюда здесь вышли, в глаза смотрите.
А вчера почему об этом не думали? Что мало взрывов было на шахтах? Что нужно сделать для того, чтобы предотвратить эту беду для народа? Вам все равно. Бумеранг существует. Запомните, у вас растут дети, внуки. Вопрос, как они будут в шахте сидеть внизу или наверху стоять, продавать места. Рабочее место каждое. Даже когда хлопки были, их все равно заставили спуститься и работать, хотя они сказали, что там уже идут Совести хлопки. нету. Ни чести, ни совести в наше время это далекое понятие. На смерть. Нет, стой, куда? Стой! Слушай, что? Кому говорят? Тебе же говорят, ты прибегаешь. Кто спустился сегодня погиб, за свое место заплатил бабки. Ну, стыдно, И все прекрасно это знают. Все сидящие не знают. стыдно, да, слышишь? Стыдно! Потому что вы сами знаете, бессовестные, сами знаете, и допустили. Вот честно сказать, где вот эти все с утра, которые здесь были? Я вам сказала, как здесь что здесь происходит. После пришла я сюда к вам. До этого ликвидатора. Түйіндейтін болсақ, ұлттық экономиканың үздіксіз ұлғаюы. Бұл біріншіден кеншілер сынды қауіпті кәсіппен айналысатын мамандарға байланысты. Әділетті Қазақстанды құруға білек сыбанып, кірісіп жатқан ел ағалары әуелі осы жұмысшылардың еңбегін лайықты бағаласа деген ниеттеміз. Бұлай болмаған жағдайда қоғамдағы әлеуметтік шиеленіс тек күшейе беретін түрі бар. 25 қазан республика күні былтыр Қазақстанда жалғыз ұлттық мереке ретінде бекітілді. Бұлайша айтқанда 16 желтоқсанда тойлап келген тәуелсіздік күннің орнын басты. Мерекеден гөрі қаралы күнді еске салатын 16 желтоқсаннан жаңа сипатқа ие болған республика күнінің айырмашылығы неде? Бүгін осыған да тоқталамыз. Бұл қазақтың мемлекеттілік дәстүрі қайта жаңғырған тарихи күн. Көк түріктер дәуірінен Алтын Орда қазақ хандығы заманынан келе жатқан елдігіміз тамырын тапқан күн. Бұл алаш арыстарының азаттық жолындағы арпалысы ақталған күн деді Тоқаев салтанатты құттықтау шарасында сөйлеген сөзінде. Әдетте желтоқсанда өтетін мемлекеттік наградаларды табыстау рәсімі былтырдан бері қазан айына ауысты. Осы наградтау науқаны жылда түрлі дау-дамайға, ұрыс керіске себеп болып жатады. Мүмкін бұл дәстүрден мүлдем бас тартатын уақытта жеткен шығар. Қалай ойлайсыз? Биыл құрметті марапаттар қатарына Қазақстанның халық жазушысы және Қазақстанның халық әртісі атақтары қосылды. Төлен Әбдікұлы, Смағұл Елубаев, Бексұлтан Нұржекеев, Сопыс Матаев Қазақстанның халық жазушысы атағын иеленді. Қазақстанның халық әртісі құрметті атағы мәдениет қайраткерлері, театр және кино актерлері Дулық Ақмолдаға, атақты әншілер Рамазан Стамғазиевке, Димаш Құдайбергенге және күйші Айгүл Үлкенбаеваға берілді. Ақорда таратқан ресми ақпарда былай делінген. Жалпы биылғы мемлекеттік наградаларды тағайындауда қарапайым азаматтарға басымдық берілді. Атап айтқанда марапатталғандар арасында 298 ұстаз бен денсаулық сақтау саласының қызметкерлері, 259 ауыл шаруашылығы маманы, 119 еңбек ардагері, өндіріс саласының 88 жұмысшысы бар. Бұл қарапайым еңбеккерлердің мәртебесін асыруға, қоғамдағы қадірін арттыруға бағытталған нақты қадам. Алайда жұртшылықтың алған әсері басқаша болды. Оған инстадивалар мен кей жап-жас әншілердің жаппай орден, медаль тағынғаны түрткі болды. Дәлірек айтсақ, Роза Рымбаеваның ұлы Әли Оқаповтың құрмет ордені біртүрлі көрінді. Жас әншіні айыптаған ыңғайсыз шығар, бұл жерде оны ұсынған ұйымдастырушылардың олқылығы деп жатты көбі. Тап студияда осы видеоны жазу барысында Әли Оқаповтың құрмет орденінен бас тартқаны жайлы ақпарат шықты. Әнші бұл қадамды награданы алардан бұрын жасаса әрине дұрыс болар еді. Дегенмен жас әншінің әрекеті көпке үлгі болатын болды. Дорогие друзья, коллеги, все те, кто смотрит это видео. В свете последних событий я никак не ожидал, что будет столько внимания вокруг этого вопроса, но тем не менее делать вид, что я ничего не замечаю, либо мне все равно, это неправильно. И это не так.
Поэтому я хочу донести до вас это видео и сообщить о том, что я принял решение отказаться от всех музыкальных премий от телеканалов, радиостанций, общественных организаций, частных проектов. В общем, от всего, в чем я участвовал за все свои 32 года жизни. Я давно хотел это сделать, потому что моему ребенку нужна детская комната, а эти тяжелые железяки на полках в кабинете, они очень опасны для него. Теперь у меня есть хороший повод сделать это. Касательно государственных наград, это все очень серьезно. На наградах есть государственная символика Республики Казахстан. Поэтому я изучал закон, я искал нормативы о возврате. Но я ничего не нашел. Такой нормы нету. И, по-моему, так никто не делал. Поэтому эти награды будут ждать решения уполномоченного органа. И как будет решено, так и сделаю. То есть я готов сделать все, что требуется. Салпыншақ не сөлкебай дейді атам қазақ, бағзы заманнан осы орден медальдарды жақтырмай. Бүгінде мұның құны қалды ма өзі? Ескі Қазақстанның көрнекті өкілдері медальдің түр-түрін тағынды. Оларға осы орден абырой әперді ме? Темір тордан құтқарды ма? Медаль алды екен деп халықтың сүйіспеншілігі артты ма? Адамның құндылығы салпыншақпен өлшенбейтіні бесенеден белгілі. Билікке сенім лимиті түгесілген қазіргі заманда керісінше кім-кімнің болса да беделіне нұқсан келтіретін секілді. Бірен-саран ерекше егерлерге тоқталсақ, екінші дәрежелі достық ордені Алға Петербург интернет жобасының авторы ресейлік Иван Червинскийге берілді. Ресейлік блогер биыл жазда Қазақстанға көшіп келген, Алматыда тұрады. Димаштың фанаты. Иван кішкентай қызын қазақ сыныбына берген. Ал футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншылары Асхат Тағыберген, Бақтияр Зейнутдинов және Максим Самародов ерен еңбегі үшін медаліне лайық деп танылыпты. Енді Республика күні мерекесінде құттықтау сөз сөйлеген Қасым-Жомарт Тоқаевтың кей месседжеріне мән бере өтсек. Біз қазір әділетті Қазақстанды құрып жатырмыз, сондықтан өткен заманның қайраткерлеріне, оның ішінде Назарбаевты, олардың еңбегіне лайықты әділетті баға беріп отыруымыз керек деді. Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін егемендік мерекесінде тәуелсіздік тарихында құрметпен айтылуға тиіс адамдардың аты жөнін атапты. Бір шоғырдың ішінде Серікболсын Әбілдиннің де аты жөні жүр екен деп жазды журналист Асылхан Мамашұлы. Әбілдинді билік соңғы рет 2000 жылы ғана елеп ескеріп орденмен марапаттаған еді. Сонда Назарбаевтың Әбілдинге қарап Секе деген есімде қапты. Назарбаевтың өзгелерді Мәке, Сәке дегенін байқамаппын. Одан кейін Ақорда Әбілдин десе ат-тонын ала қашатын болған. Бүгін бірінші рет айтылып тұр. Әбілдиннің аты жөнін спичрайтерлері қосты ма екен, әлде Тоқаев өзі қосып жіберді ме? Қалай ойлайсыздар деп жазды журналист Facebook парақшасында. Серікболсын Әбілдин деген кім? Оппозициялық саясаткер 37 жылы 25 қарашада бұрынғы Семей облысы Ақсуат ауданы Қызылкесік ауылында дүниеге келген. Алматыдағы ауыл шаруашылығы институтын бітіргеннен кейін еңбек жолын агроном болып бастаған ол, кейін ғылыми қызметке ауысқан. 90 жылы Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің депутаты болып сайланған Серікболсын Әбілдин кейін жоғарғы кеңес төрағасының орынбасары, ал 91 жылдың қазанынан 93 жылы жоғарғы кеңес таратылғанға дейін оның төрағасы болды. 91 жылы 16 желтоқсанда қабылданған Қазақстанның тәуелсіздігі туралы декларацияға жоғарғы кеңес төрағасы Серікболсын Әбілдин қол қойған. Жас Алаш газеті жазған мақаладан үзінді келтірсек, Қазақстанның саяси тарихын зерттеушілердің жазуынша Әбілдин жоғарғы кеңесті басқарған кезде Қазақстан парламенттік президенттік республика болған. Биліктен кеткен соң Қазақстан коммунистік партиясы төрағасы болып сайланған Әбілдин оппозициялық саясаткер ретінде танылды. Ол Қазақстанның бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаев басқаратын авторитарлы билік жүйесін ымырасы сынаушылардың бірі болды. 99 жылы 10 қаңтарда кезектен тыс өткен президент сайлауына қатысты. Ресми қорытынды бойынша сайлаушылардың 13% қолдау білдірген оппозициялық саясаткер екінші орын алды. Бірақ Әбілдин сайлау нәтижесі бұрмаланды деп мәлімдеді. 99 жылы күзде өткен парламент сайлауында мәжіліс депутаты болып сайланған Серікболсын
Серікболсын Әбілдин үкіметтің әлеуметтік экономикалық саясатын сынап атышулы Қазақгейт жанжалына қатысы бар жоғарғы лауазымды шенеуніктердің жемқорлығын әшкерлеуге атсалысты. Ол парламентте елде азаматтардың негізгі құқықтары мен бостандықтары бұзылып жатқанын мәлімдеп, билікті демократиялық реформа жасауға шақырды. 2003 жылы парламент үкіметтің талабы бойынша қабылданған жер туралы даулы заңға қарсы дауыс берді. Қазақстан Коммунистік партиясын 14 жылға жуық басқарған Серікболсын Әбілдин бір лауазым, бір орынтаққа мәңгілік тұрмысып отыруға болмайтынын көрсеткісі келгенін айтып, 10 жылы орнын босатқаннан кейін ғылыми және оқытушылық қызметпен айналысты. 15 жылы билік оппозициялық партияны түрлі себептермен жауып тастады. Бүгінгі билікке қайта оралсақ, Тоқаев құттықтау сөзінде адал азамат ұғымына айрықша тоқталып, жастарға арнайы үндеу жолдады. Мен сіздерді жақсыдан үйренуге, жаманнан жиренуге шақырамын. Ұлы Абай айтқан 5 нәрседен қашық, 5 нәрсеге асық болыңыздар. Сіздер дәріптеген құндылықтар қоғамда тез орнығады, сіздер қолдаған өзгерістер жылдам жүзеге асады. Бәріміздің тілегіміз бір, бұл қоғамымызға жаппай әділеттік орнату. Ендеше мақсатымызға бірге жетейік деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұған жауап ретінде саясаттанушы Шалқар Нұрсейітов Facebook парақшасында президентке қарымта үндеу жолдады. Айта кетейік, Шалқар 31 жаста, заң бойынша жас азаматтардың қатарына кіреді. Қазір жастарға ақыл айтатындар өте көп, ал олардың пікіріне құлақ асқысы келетіндер некен саяқ. Осы ашық жазбаны жастардың бірінің бүгінгі үндеуіңізге жауабы деп қабылдарсыз. Бәріміздің тілегіміз қоғамымызда жаппай әділеттік орнату деген ойыңызбен келсем, алайда әділеттің үстемдік құруына не кедергі және оны қалай орнатамыз деген мәселеде ойымыз бір жерден шықпасы анық. Менің ойымша, қазір Қазақстанда әділет орнатуға кедергі келтіретін жас та кәрі де қашық болуы тиіс 5 нәрсе бар. Автократия, коррупция, непотизм, этатизм, ксенофобия деп бастайды үндеуін саясаттанушы. Әрі қарай 5 пункты жеке-жеке тарқатқан. Ал Аманат партиясына қарасты Литер газеті Тоқаевтың қоғам белсенділеріне қатысты ескерту жасағанын жазды. Біз заңға қайшы келетін азаматтарды араздастыратын және еліміздің тұрақтылығына селкеу түсіретін кез келген сөзбен әрекеттерге қатаң түрде тосқауыл қоямыз. Бұдан аттап өткендер өздері мемлекетке де қоғамға да қарсы қояды. Мұны барлық азаматтар, әсіресе қоғам белсенділері мен пікір көшбасшылары жақсы түсіну керек деп ескертті президент. Енді Ақордадан берірек шықсақ, 25 қазанда Алматыда билік экстремистік деп таныған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы белсенділерінің митингісі өту керек еді. Содан Алматыда республика алаңында таңертеңнен бастап полиция периметрі бойынша кезекшілікте болды. Ал ескерткіш жанында жасақ тұрды. Алайда шеруге шыққан белсенділер байқалмады. Алматыда белсенділер жиналуы ықтимал бүкіл саябақта және оның маңайында интернет өшірілді. Әлеуметтік желілер де, браузерлер де ашылмай қалды. Полиция кейбір жолаушылардан құжаттары мен келу мақсатын сұрап жатты. Адамдардың жаңа ғана серуендеуге келгеніне көз жеткізген полиция оларды жіберді. Алайда түске таман тұтқындау шаралары да басталды. Без причины вас забирают? Мы сидим в парке, гуляем, вот так пришли, забирают. Ну что говорят? Не знаю, просто. Вот, Документы спрашивали? спрашивали, показывали, документы, не знаю, забирают. Sizler niye onu hamalattınız? Niye hamalattınız? Niye hamalattınız? Это ваш друг? Да. А вы документы показали и вам все равно? Показали ему, он тоже показал. Что забрали, не знаю. Без причины пришли, забрали. Сидели на лавке, никого не трогали. Учились, вот, я лекцию заполнил. Свою лекцию заполнил, сидел. Вы студент? Да, студент. Только лекцию заполнял. Они подошли, забрали. Вас как зовут? А они же показали документы, как вы основания задерживаете? Нақтылай айтқанда, полиция қызметкерлері бірнеше ер адамды ұстады, кейін оларды патрульдік газель көлігіне отырғызып алып кетті. Полицейлер адамдардың неліктен ұсталғаны туралы сұрақтарға жауап
бермеді. Қазақстандықтардың митингіге шығуына не кедергі болғанын құқық қорғау органдарының ескертулері ме, әлде ұйымдастырушылардың сенімсіздігі ме әлі түсіну қиын. Алайда республика күні өңірлерде салыстырмалы түрде тыныш болды. Бірқатар аймақта белсенділер 15 тәулікке қамалды. Жоғарыда тәуелсіздік күні мен республика күнінің айырмашылығы туралы айттық. Назарбаев мерекесінің Тоқаев мерекесінен айырмашылығы дейік. Өкінішке қарай көпшілік жаңа ұлттық мерекені де қаралы күнге ұқсатып жатты. Осы тұста Facebook белсендісі Садық Шерімбектің постын келтіре өтсек. Ең болмағанда 25 қазан республика күнінде бүкіл әлеуметтік, саяси, мәдени, діни көзқарас қайшылықтар, наразылықтар мен жеке амбицияларды жинап қойып, ешкім митингке көтеріліс демей, мына билікте бет алды көзсіз күмәнмен азаматтарын қамай бермей, қарттарымыз саябақтарда, жастарымыз ашық аспан астында, балаларымыз ойын алаңдарында, көпшілік қолындағы көк тулардың желбіреуімен емін-еркін осы бір күн тұтас бүтін ұлт болып елдігіміздің мерекесін түн ауғанға дейін рахаттанып тойлайтын кез туа ма, тумай ма өзі? Бір-бірінен қорқып үркімейтін халық пен билік болғанда ол күн туады деп үміттенейік әрине. Арғарай кеттік. Бас прокуратура бұрынғы әділет министрі Марат Бекетаевтың шекара аспақ болған кезде ұсталғанын растады. Бұл туралы Сенат кулуарында бас прокурордың орынбасары Әсет Шындалиев айтты. Қылмыстық іс лауазымын асыра пайдаланды. Соның салдарынан мемлекетке шығын келді деген бап бойынша қозғалып отыр. Бекетаев жасырынып, қашқысы келген кезде ұсталды, деді ол. Оның айтуынша, қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Шындалиев бұдан басқа мәлімет жарияға жатпайтынын, қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес тергеу амалдарының мәліметі жариялауға тыйым салынатынын атап өтті. 23 қазанда Антикор бұрынғы әділет министрі Марат Бекетаевтың ұсталғанын хабарлады. Оған лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланды деген айып тағылып отыр. Агенттіктің мәліметінше, ол мемлекетке аса ірі залал келтірген, көрінеу талап етілмейтін қызметтер көрсетуге жыл сайынғы келісімшарттар жасасу арқылы аферленген компанияның мүдделерін қолдады. Марат Бекетаев 16 жылдан 22 жылға дейін әділет министрлігінде қызмет етті. Ол қаңтар оқиғаларынан кейін қызметінен кетті. Бекетаевтың есімі атышулы оқиғалармен есте қалды. Әділет министрлігінің бұрынғы басшысы Қашқан Мұхтар Әблязовты қудалаусын қадағалаған. Сондай-ақ оның ұлттық қауіпсіздік комитет төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Самат Әбішпен байланысы туралы ақпарат бар. Бекетаев оның жақын достарының бірі екені айтылады. Бекетаевтың заңсыз активтерді қайтарумен айналысуы тиіс консалтингтің компанияларды құруға белсене қатысқанын да білдік. Бас прокурордың бұрынғы орынбасары Ұлан Байжановтың қызметінен босатылуына осы алаяқтықтарды қадағаламауы себеп болған деген болжам бар. Сонымен бірге Әсет Шындалиев кәсіпкер Қайрат Боранбаевтың қашан босатылатынын да айтып өтті. Қазір сот шешімі шықты. Сот шешімі заңды күшіне енген кезде ол шығады, нақты датасын қайта айта алмаймын, қазір есімде жоқ. Сот шешімі қателеспесем 1 апта бұрын қабылданды, деді ол. Яғни 1 аптадан кейін шығуы мүмкін бе деген журналистің сұрағына Шындалиев иә деп жауап берді. Еске салсақ, жуырда белгілі кәсіпкер Қайрат Боранбаев ісі бойынша апелляциялық сот үкімі шықты. Сот кәсіпкердің жазасын жеңілдетті. Ол 6 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Бизнесмен Қайрат Боранбаев сияқты Қайрат сатып алды да мерзімінен бұрын бостандыққа шыға ма? Мерзімінен бұрын босап шыққысы келетін азамат өзіне кесілген жазаның бір бөлігін өтеп, өз әрекеті салдарынан келтірілген қандай да бір шығынды өтеуі тиіс. Сотталған адамға берілетін жеке мінездемеге қарайды, деді Әсет Шындалиев. Прокурордың сөзінше, мерзімінен бұрын босап шығу үшін өтініш беру керек. Сотталған адамның еркінде ол. Алайда сотталған адамның өтініштері талапқа бәрі сай болып тұрса да, сот одан бас тартуы мүмкін. Журналистер осы ретте бас прокурордың орынбасарынан біздің мемлекет не себепті жемқорларға жазаны жеңілдетеді деп сұрады. Ол танымал адамдардың мерзімінен бұрын босап шығуынан қоғамда теріс пікір қалыптасуы мүмкін екенін, шын мәнінде олардан бөлек басқа адамдар да өтініш беріп босап шыққандарын айтады. Шындалиев премьер-министрдің бұрынғы орынбасары Алтай Көлгінов туралы да сұраққа жауап берді. Журналистер Көлгіновке
әкімге қатысты тергеу жүргізіліп жатыр ма деп сұраған еді. Бұрынғы әкімге қатысты тексеру жүргізіліп жатыр ма, әлде сотқа дейінгі тергеу басталды ма деген сұрақтарға қатысты айтарым, менде қазір дерек жоқ. Қылмыстық іс қозғалғаны қозғалмағаны жайлы ақпарат жоқ деді ол. Еске салсақ, 8 маусым күні Тоқаев Көлгіновті премьер-министрдің орынбасары лауазымынан босатты. Бұл қызметте ол 6 айдан аз уақыт қана жұмыс істеді. Бұдан бұрын экс-шенеунік Елорда әкімі кезінде атқарған жұмыстарымен жұрттың есінде қалған болатын. Айтпақшы, активтерді қайтару жайында мына жайтқа назар сала кетсем. Мемлекеттің тізгінін ұстанған ел ағалары шетке кеткен капиталды Қазақстанға қайтарудың жолын іздеп, бұл іске білек сыбанып кірісіп жатқаны мәлім. Мұның барлығы құпия, оның жай жапсарын айту әлі ерте дегеннен басқа дәл қазір қандай да бір мардымды жауап естуіміз екі талай. Бірақ алыстан арбалағанша жақыннан дұрбала дегендей сырттағы активтердің жайынан бөлек алдымен ел ішіндегі шаруаны ретке келтіріп алған орынды болмас па еді. Айталық, Алматыда көк базарға қарама-қарсы бір ғимарат орналасқан. Онда бір кездері көпшілікке белгілі отандық мерзімді басылымдардың редакциясы болған еді. Мекен жайын сұрасаңыздар, бұрынғы Горький 50, қазіргі Жібек жолы. Совет дәуірінде бұл ғимаратта қаламды сергеткендерге арнайлап салған тұғын. Жер төлесінде жеке баспаханасы да болған. Тәуелсіздік жылдары жекешелендірудің дүрмегі басталғанда журналистер бұл жерден қуылып далада қалды. Ал бұл жылмайтын мүліктің қожайыны кім десеңіздер, жауабы сіз ойлағаннан да жеңіл. Қайрат сатып алды. Бұл оның тағдырына алаңдаулы ағайынға құлақ қағыс. Экс-президенттің інісі қаласа өз отырған түрмені де қызметкерлермен бірге сатып алатынына күмәніміз жоқ. Осы ретте күн түндемей капиталды қайтарумен айналысып жатқан комиссияның құлағына алтын сырға. Кім білсін, бәлкім Жібек жолы 50 мекен жайы бойынша журналистерді іздеп барар. Кегок акциялары СПО-ға шықты. Қазір саудаланып жатыр. Кегок Қазақстандағы барлық магистральдық желілерге иелік ететін электр желілерін басқару жөніндегі ірі ұлттық оператор. Компания алғаш рет 14 жылы IPO өткізді. Естеріңізде шығар, осыдан 9 жыл бұрын халықтық IPO жобасы басталған. Сол тұста кез келген қарапайым адам ұлттық компаниялардың акциясын сатып алып, табысын ортақтаса алады деп әр бұрыштан айтылған тын. Содан бері табысқа кенелгендер бар арамызда. Бәлкім жасырын миллионерлер пайда болды. Қалжың әрине. Кегок акциясын сатып алу тиімді ме деген сұраққа экономист журналист Бауыржан Мұқанов қысқада нұсқа жауап беруге тырысқан. Кегоктың акциясын не үшін алмау керек? Компания енді өспейді. Қазақстан нарығын 100% егерді, енді компания өсу үшін не халық саны күрт көбею керек, не қаптап өндіріс ашылу керек. Ал не үшін алу керек? Себебі компания табысы тұрақты, тарифі белгілі, шығындалмайды. Бұл жарнама да емес, антижарнама да емес деген екен әріптесіміз. Осы орайда Алматыда баспасөз конференциясын өткізген компания өкілдеріне біраз сауалдарымызды жолдадық. Кегоктың ірі жобалары шетел банктерінің, оның ішінде Еуропалық қайта және даму банкінің, қысқаша ЕБРР несиелер есебінен қаржыландырылады екен. Теңге құнсызданған сайын басқа валютамен алынған кредитті қайтару қиындайтыны анық. Мәселен, 15 жылы тарифтер бір жылда 51,5%-ға өссе, 18 жылдар аралығында өсім 95%-ға жеткен. Кегоктың қаржы және бухгалтерлік есеп жөніндегі басқарушы директоры Айгүл Әкімбаеваның айтуынша, бүгінгі таңда компанияның несие құрылымындағы 157 миллиард теңгенің 5 миллиард теңгесі шетел валютасымен. Оңтүстікті нығайту жобасы Азия даму банкінің несиесі арқылы қаржыландыру жоспарланған. Несие теңгемен беріледі дейді ол. Шетел валютасымен алынған қымбат несиелер Промстройэнерго, Сәтті жол, Жерсу сияқты мердігер компанияларға бұйырғанын айта кетейік. Бұлардың бұрынғы энергетика министрі Қанат Бозымбаевтың жақын досы Бауыржан Оспановпен байланысы бары айтылып жатыр. Үкімет қосымша құн салығын арттыру ел экономикасына не беретінін хабарлады. Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантаров қосымша құн салығының мөлшерлемесі 12%-дан 16%-ға дейін көтерілсе, бұл ел бюджетіне 2-ден 2,4 триллион теңгеге дейін қосымша түсім әкелетінін айтты. Ол бұл шара қазақстандық бизнестің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді дейді. Ол Ресейде өндірушілер мен бизнес мемлекетке 20% қайтаратынын айтты. Бір қызығы, Ресей тауарлар
тауарлары Қазақстанға келгенде бұл олар үшін экспорт, ал экспорттың салығы нөлге тең. Ресейлік бизнес федерация үкіметінен НДС-ті сұрап алады. Олар 20% қайтарады, Қазақстанда 12% төлейді, 8% қалталарында қалады. Экономист Алмаз Шукиннің айтуынша, салықты көтеруден бас тарту мүмкін емес. Ол бүгінгі таңда Қазақстанның жалпы ішкі өнімін шамамен 100 триллион теңгеге құрайтынын айтты. Бюджеттің жыртығын жамау үшін салықты 4-5%-ға көтеру қажет. Айта кетсек, Қазақстанда қосымша құн салығы мөлшерлемесін 12%-дан 16%-ға дейін арттыру бизнес қоғамдастықта қызу талқыланып жатқан жоқ. Қарапайым азаматтардың болжамдары да мәз емес. Сарапшылар жаңа ставка бірінші кезекте қазақстандықтардың сатып алу қабілетіне кері әсер әкелетінін айтып отыр. Сонымен қатар жылына 40 миллион теңгеден артық табыс табатындарға салық көбеймек. Салық табысы жақсы азаматтарға қалай салынатыны жөнінде Сенаттағы үкімет сағатында ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантаров түсіндіріп берді. Бізде 5-тен 20%-ға дейін прогрессивті салық салудың 4 сатылы жүйесі болған. Дәл осы жерде біз 10%-ық бірыңғай шкаланы қалдырғалы отырмыз. Оған қосымша 15 прогрессивті салық салынады. Оның мөлшері жылына 480 ең төменгі, яғни шамамен 40 миллион теңге болады. Егер одан артық болса, яғни 50 миллион теңге тапса, 10 миллион теңгеден артық табысына 15% деңгейінде салық төлейді. Бұл халықтың аз ғана бөлігін қамтиды және көлеңкелі экономикамен қарсы күресуге жол береді дейді. Қымбатшылық дегенде әлемді алаңдатқан Израиль-Палестина соғысы жайлы бірер сөз. Ердоған ақштың Израильмен бірге жеңілетінін айтты. Түркия басшысы Газа секторындағы соғысқа қатысты бірқатар зілді мәлімдемелер жасады. Ол ақшты әлемді әділеттілікпен басқарғысы келмейді деп айыптады. Батыс елдері шындықтан қашқанын мәлімдеді. Түркия Хамасты террористік ұйым деп санамайтынын, керісінше олардың Палестина халқы үшін күресіп жатқанын атап өтті. Израильді Газа аумағын аяусыз жаншып, жазықсыз жандарды қырғынға ұшыратты деп қатаң айыптады. Израильге бару ойынан бас тартып, Түркияның ниеті дұрыс болғанын, алайда оны Израиль теріс пайдаланған жеткізді. Израиль тарапы дереу кері пікір білдіріп, Ердоғанды террористік ұйымды қолдады деп кінәлады. Ал бұл уақытта Газа секторында шейіт болған балалардың мәйітіндегі жазуы қарап таниды. Аумақтағы 2-3 миллион халықтың жартысына жуығы балалар. Қазір олардың басым бөлігі Біріккен ұлттар ұйымына қарасты мектептерде уақытша баспаналарда тұрып жатыр. Тек 7 қазанның өзінде Израиль әуе күштерінің ауқымды соққысының салдарынан 182 бала қаза тапқан. Қазір ата-аналар арасында балалардың есімдерін олардың денелеріне жазу үрдісі белең алды. Көпшілігі бұл қадамға бомбалаудың нәтижесінде опат болатын туғандарының мәйітін анықтау үшін барып отыр. Ата-аналар қарша борайтын зымырандардың кесірінен өмірлері үзіліп жатқан ұрпақтарының мүрдесін таба алмай қаламыз ба деп алаңдаулы. Дәрігерлердің айтуынша, бұрын соңды мұндай жағдай тіркелмеген. Хабар ошарсыз жоғалып кеткен бала қаншама, бас сүйегі опырылып жатқандар да жетерлік. Олардың кім екенін анықтау мүмкін емес. Сол себепті денедегі жазу арқылы жеке басты анықтауға болады, дейді әбден шарасыз күйге түскен дәрігерлер. Анклав тұрғындарының жартысына жуығы 18 жасқа толмаған. Өйткені көпшілігі зейнет жасына жетпей не соғыста қаза табады, немесе денсаулығы сыр беріп қайтыс болады. Хамастың кепілдегі адамдарды босатқанына қарамастан, Сахал, яғни Израильдің қарулы күштері Газа аймағын атқылауды бәсеңдетер емес. Тель-Авивтің әрекетін одақтас елдерде түсіне алмай әлек. Нью-Йорк Таймс хабарлағанда, ресми Вашингтон Израильдің қолға алған амалына мардымды нәтиже шығатынына күмәнмен қарап отыр. Қазақстанда айдың күннің аманында Абай облысы Аягөз ауылында жеке үйден шыққан өрт 4 баланың өмірін жалмады. Әріптестердің хабарлауынша, қыршыннан қиылған балалар 2-8 аралығында. Олар апат болған күні үйде жалғыз қалған. Бейгүні балалардың әкесі жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі деген ақпарат бар. Ал анасы жұмыссыз. Баспанасын өрт жалмағанда ол дүкенге азық-түлік алуға кеткен көрінеді. Дегенмен бұл мәліметті әзірге ешкім растаған жоқ. Өйткені өңірдегі атқамінерлер бұл қайғылы жағдай жайлы жақ ашпай отыр. Қазір 4 баласынан айырылған ата-ана психологтардың бақылауында.
Ал полиция түрлі сараптама тағайындап, тергеу жүргізіп жатыр. Осы оқиғаға орай журналист Гүлмира Әбіхай әлеуметтік желідегі өз парақшасында жазба қалдырды. Бұл отбасын жақсы білетін аягөздік оқырмандарымның айтуынша, балалардың әкесі сантехник, анасы жұмыссыз. Аудандық басшылар табысын көптеп мемлекеттен алып отырған аекті кесіп тастаған. Қайран шеше 4 балаға нәпәпқа болсын деп сүт сатуға үйден шығып кеткен екен. Базарға жүгіріп барып келгенде құлыншақтарының орнын сипап қалды деп жазды журналист. Елімізде бейкүнә балаларға қарсы жасалған зорлық-зомбылық жайлы тағы бір жантүршігерлік дерекпен бөлісе кетсек. Бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметінше 2022 жылы балаларға қатысты 2005 қылмыс жасалған, ал олардың 719-ы кәмелетке толмағандарға қарсы жыныстық қолсұғушылық. Мұндай қорқынышты статистика жөнінде Немалчы қорының негізін қалаушы Дина Тәнсәрі пікір білдірді. Ол біздің елімізде күн сайын 2 бала зорланатын атап өтті. Бұл бізге белгілісі ғана. Біз туралы тағы қанша адам білмейді екен, немесе тағы қанша атана көмек сұрамады екен деп үнемі ойланамыз, дейді ол. Ол сондай-ақ соңғы 1,5 айдың ішінде қордың сенім телефонына Қазақстанның жүздеген азаматтары қоңырау шалғанын айтты. Ұйым баланы өлтірудің 2 дерегін, кәмелетке толмағандарды қудалаудың 18, балабақшаларда, мектептерде және тұрғын үй массивтерінде ұрып соғудың 30, сондай-ақ баланы зорлаудың 15 оқиғасын тіркеген. Адамзаттың ең қастерлісі баланың өміріне бейжай қарау, балапандарымызды қорғай алмау. Болашағына балта шабатын осындай деректер жүректі қанжылатады. Әр адам өзін, айналасын мейірімді, жауапты болуға шақырса деймін. Тек сынап міне бермейік, түзетуге шақырайық. Атылған 40 бас киік Қазнетті тағы бір видео дүр сілкіндірді. Желіде Ақмола облысынан осындай видео тарап жатыр. Атылған ақбөкендердің 40 басын Астанаға жеткізбек болған көрінеді. 1996 жылы ақбөкен халықаралық табиғатты қорғау одағының қызыл тізіміне енген. Ол Қазақстанның қызыл кітабына енгізілмеген, бірақ қазір аң аулауға мүлдем тыйым салынған аң түріне жатады. Сондықтан заң тұрғысынан оны заңсыз атқандар қызыл кітапқа енген аңдарды атқандармен бірдей жауапкершілікке тартылады. Осылай киелі киікті атуға рұқсат берген билік өкілдеріне не айтар едіңіздер? Ардақты ағайын, аптадағы айтарымыз осы. Улус медианың әлеуметтік желілердегі парақшаларына жазылып қойыңыздар. Маңызды оқиғаларыңызды, айтар мәселелеріңізді біздің WhatsApp нөмірге жолдаңыздар. Амандықта жүздескенше.